Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздермен мен осындай чак-чактың рецептін бөліскім келіп отыр. Бірге жасайық. Мен каналыма қош келдіңіздер. Ол үшін бізге 300 грамм ұн, 2 жұмыртқа керек. Тұз ештеңе қоспаймыз. Жақсылап тұрып елеп аламыз. Осы тек жұмыртқаға ғана. Ұнымыз күнделікті өздеріңіз үйде қолданып жүрген ұнды қолдана береміз. Қаттырақ қып илейміз. Кішкене мынандай қалған су не болса, ұн болса, құры су ғана. Су тамызып біріктіріп жерсек болады. Қолымыздағы ұнымызды түсіріп аламыз. Егер де артылған ұнымыз болып жатса, іртік-іртік қалып жатса, кішкентай су тамызып жібересіздер. Ода тұрған ештеңе жоқ. Су тамызып жіберем тағы. Болды. Жете осы. Енді бұны жылы жерге қоямыз. Жылы тұру керек, салқындап қалмау керек. Егер де салқындап қалса, кесіп майға пісірген кезде көтерілмей қояды. Орамалға орап қойсақ та болады. Жылы тұру керек, себебі енді бұл 10-15 минут жақсылап тұрып тұну керек. Ортасында тағы бір қамырымызды илеп қоямыз. Ортасында бір қарап илеп қоямыз. Нанымыз жақсы тынса, ие жақсы қанса, көмпиіп, чак-чагымызда күшті болып піседі. Әдемі, томпақ, әппақ, сап-сары алтындай болып піседі. Қайтадан қуып қоямыз. Енді бір 10 минутқа тұрса жетеді. Нанымыздың тұрғанына жарты сағаттан асты. Енді жаямыз. Басында бізге көбірек ұн керек болады. Кеспе ұқсатып жаямыз, кесеміз, кеспе ұқсатып. Бірақ кеспеден кішкене қалыңдау кесем мен.
жақсылап тегістеп жан жағын жайып аламыз. Қатты жұқа қылып жаймаймыз. Қалың болғаны жақсы. Маған кішкене қалыңдау болған ұнайды. Сіздер өздеріңізге қарай жасап алсаңыздар болады. Қандай қалыңдықта ұнайсыздар? Жұқарақ болса жұқарақ кесіп жаюларыңызға болады. Қалың десеңіздер қалыңырақ жаюларыңызға болады. Өздеріңізге қалай ұнайды, солай қандай қалыңдықта ұнайды, сондай қалыңдықта жасап алсаңыздар болады. Енді мен бұны былай қалыңдықта кесемін. Kesіп болдым. Жаңағы 2 жұмыртқа 350-400 грамм ұннан шықты. Осындай бір жай. Енді осыны қазір майды ысытып, ыстық майға пісіреміз. Осылай майға салып пісіріп аламыз. Міне майға піскен шақшағымыз дайын болды. Бұлай піседі, міне қаттылау болып. Одан кейін барып кішкене жеби бастайды, жұмсара бастайды. Ол үшін бізге енді жаңғақ, одан кейін сгущенка қоямыз, құямыз. Бал араластырсаңыздар да болады, бал да жақсы. Жақсылап тұрып құйып аламыз. Енді араластырамыз. Қолмен араластырсақ та болады. Мінекей, құрметті достар, мен араластырып біттім. Менің шақшағым дайын болды. Мінекей. Егер сіздерге ұнап жатса, комментария жазып, лайк басып, мен каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.